Алла жолындағы азап та тәтті. Хаббаб ибн Арат исламның қас дұшпаны Үммі Амар деген әйелдің құлы, темірден түйін түйген ұста, көбінесе қару-жарақ, қылыш жасайтын. Пайғамбарымызбен бұрыннан кездесіп, сөйлесіп тұратын. Пайғамбарымыз Дарул Аркамға орналасардан аз уақыт бұрын өз еркімен мұсылмандықты қабылдаған. Ол кезде мұсылмандықты қабылдап, оны естірту өлімге басты күмен барабар. Соған қарамастан Хаббаб батыл түрде исламға мойынсұнғанын айналасындағыларға білдірді. Құрайш мүшриктері бұл хабар құлақтарына жетер-жетпестен Хаббабты ұстап алып азаптай бастады. Әсіресе оның қожайыны Үммі Аммар жынданып кетуге шақ қалған. Қолын тұтқындап, қол аяғын байлап матап, отқа қыздырылған темірмен бас терісін күйдіруді бұйырды. Әзіреті Хаббаб бұған дейін күнкөріс көзі болып келген сүйікті кәсібінің құрбаны болды. Ыстық темірмен құйқасын күйдірген сайын көңіліндегі иман шоғы маздай түсті. Мүшриктердің құтыра түскенін көрген ол басына келген итқорлықты пайғамбарға айтып шағымдануға мәжбүр еді. Одан көмектесуін өтінді. Әзіреті Мұхаммед сол жерде «Уа құдіретті жаратқан ием, Хаббабқа жар бол» деп дұға етті. Осы дұғадан соң аяусыз жауы Үммі Аммар айықпас дертке шалдықты. Жанын жегідей жеген бас ауруынан құтылудың амалын іздеп шарқ ұрды. Бармаған жері баспаған тауы қалмады. Ең соңында сырқаттан арылудың бірден-бір жолы бас құйқасына қыздырылған темір күйдіріп басу екендігін естиді. Жан деген тәтті емес пе? Мәжбүрліктен бас терісін күйдіруге келседі. Бұл іс темір ұстасы Хазірет Хаббабқа тапсырылады. Біреуге ор қазба, өзің түсесің деген осы да. Мейірімнен мақұрым мүшриктер бір күні тағда Хаббабты ұстап алып, көз алдында отқа жағады. Сөйтетте оны маздаған шоқтың үстіне жатқызып, кеудесін аяқтарымен басып тұрып әбден қинайды. Қанша қиыншылық көрсе де, Әзірет Хаббаб дінінен бас тартпай, керісінше Аллаға, Расул Аллаға деген сүйіспеншілігі арта түсті. Ол құл болатын, мүшриктермен тайталасуға дәрменсіз еді. Өзіне жасалған қиянатты Алла Расулына баяндағаннан басқа шарасы жоқты. Бір күні Алла елшісіне «Уа Алланың Расулы, азаптан арылуымыз үшін жаратқанға жалбарынып көрсеңіз қайтеді» деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ғибратқа толы мына хабарды жеткізді. Сіздерден бұрын келген үмбеттер ішінде дініне берік адамдар болды. Олардың терісін тіліп, етін темір тарақпен тарап, сүйегін айырғанда қаңқ етпестен, Алланың бірлігін айтып, жан таласатын. Кәдімгі арамен аралап, денесін екіге бөлгенде де олар жаратушыға берген сертінен таймаған. Алла күндердің күнінде бұл істі де, исламиятты тәмамдайды да, барлық діндерден жоғары қояды. Ұзақ жолға шыққан жолаушы Алладан басқа ешкімнен қорықпайтын, малына қасқыр түспесе, басқа ешкімнен сескенбейтін күндер туады. Сендер болсаңдар, асығыстық жасайсыңдар. Ас ибн Уайлге жауабы. Әзірет Хаббабтың мүшрик Ас ибн Уайлден алашағы бар еді. Бір күні сонысын сұрап барады. Мүшрик ерегесіп, Мұхаммедке мойынсұнғаныңды қойсаң ғана қарызыңды қайтарам дейді. Әзірет Хаббаб ашуланып, мен бүкіл нәрсемнен бас тартсам да, өлгенімше, өлгеннен соң қайта тірілгенге дейін оған қарсы келмеймін деп жауап береді. Ас ибн Уайл, мен де өлгеннен соң қайта тірілемін бе? Ондай болса, сабыр сақта. Тіріліп, мал жанымен қайта қауышқан кезде берешегімді берермін деді, ащы кескінмен. Осы уақиғаның артынша Алла тағаладан төмендегі аят түсті. Аяттарымызды жоққа шығарып, көпірлік қылғанда, һәм маған ақыретте байлық та, бала шағада беріледі деп көкігенді көрдің бе? Сонда ол ғайыптан хабар алудың амалын тапты ма? Жоқ. Әлде Рахманның құзырында уәде алды ма? Мәриям сүресі 77-80 аяттар. Әзірет Хаббаб ештеңеден сескенбестен қауіпке басын тігіп, мұсылмандығын жариялағанымен қоймай, жаңадан исламды мойындағандарға Құран үйретумен айналысатын. Әзірет Омар мұсылман болмас бұрын, қылышын жалаңдатып, мұсылман болған қарындасын өлтірмек болып, үйіне кіріп барғанда да, күйеу баласы мен қарындасына Құран оқытқызып отырған
осы қаһарман сахаба Әзірет Хаббаб еді.